Тортты кім жеу керек? Ер адамдар әйелдерге басшы болды дейді. Сенің шекараң өзге адамның шекарасы басталатын жерден бітеді ғой. Шекараны адамдар жеке өз сыза бере ма? Заман өзгере береді, бірақ адамдар өзгермейді. То есть дау-дамайдың басы енеден басталды ғой негізі. Ол жерден де бәріне пайдалы болуға дайын қыздар, енесінен басқа. Көбінесе мына жақтан егер еркек дұрыс болатын болса, әйел дұрыс болады. Просто действительно сондай да, баласы мысалға бұзық болса, анаяқта оны бандай тәрбиелейді, бізде үйлендіреді. Баласы өз өмірін құртпай, қыздың да өмірін құртсын деп па? Біз сол қазір сәл майдаланып кеткен сияқтымыз да. Ана әкесі қожайын болмаған үйден қыз алма дейді ғой. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы Димекеңмен тортты кім жеу керек? Кесілген кезде қалжың мамсиктер туралы деп бізді ұжым айтып жатыр. Жалпы жеке шекара қою. Шекара мәселесін не қосақ. Мысалға мен өзім әлеуметтік желіде көріп отырмын. Кейбір кісілер бар, әйелдер қауымы деп айтайыншы. Жас үлкендер өзінің жеке шекарасына баласына кіргізіп алған. Оған ешкім тиіспеу керек сияқты да. Немесе кейбір қыздар бар, өзінің жеке шекарасына әйелін кіргізіп алған. Оған анасы қол сұқпау керек. Тек қана оныкі болу керек деген мәселе ғой. Бұның барлығы осы приоритеттерді дұрыс қоя алмаудан, жалпы бірінші приоритетті кім дұрыс қоя алмаған? Еркек адам дұрыс қоя алмаған. Егер еркек әйеліне дұрыс басқара алатын болса, әйел баланы өзінің жеке шекарасына кіргізіп алмайтын еді. Демек, жеке шекара кіргізіп алмағанда, бала үйленгеннен кейін оның әйелі де бәлкім мынаны не істемейтін еді, өзінің жеке шекарасына кіргізіп алмайтын беді. То есть біз не айтсақ та, ар-риджалун қаума ниса дейді Аллах Тағала Құранда, ер адамдар әйелдерге басшы болды дейді. Бұл басшы болды деген оларға иелік ету емес, бәлкім оларды қорғау, оларға жол көрсету, бағыт-бағдар беру, яғни оларды сыйлау, оны қарамағында ұстау деген мағынада. Бірақ шекара мәселесін қозғамасақ болмады. Бір өзіміздің де пікірімізді білдіріп өтсек дейміз. Демеке. Жоқ, бұл жерде сол менде сұрақ туындады андай, жалпы шекара дегеніміз не? Оның крайы мен адамның енді андай ғой, сенің шекараң өзге адамның шекарасы басталатын жерден бітеді ғой. Бірақ сенің шекараң қай жер екенің, өзге адамның шекарасы қай жер екенін, ол шекараларды кім қойды, қалай қойды дегенді қалай анықтаса болады? Бұл нақтылық бар ма бір? Әйтпесе адам нете береді қандай? Мынау менің шекарам, тимеңдер деген бір ән шығып еді десең ғой. Сол сияқты дегенім ғой. Нақтылық болса бір андай формула бар ма екен? Мен қатты бір зерттеп көрмедім бұны. Бірақ сырттай білеміз ғой, бірақ бір формулалар бар ма? Шекара, мысалы, зат есім дегеніміз деген бір ережелер бар ғой, сол сияқты. Білесіздер ме, білмейсіздер ме? Жоқ, оны қазір мен айтсам, феминистер үшін мен патриархат болып көрінемін. Мына жақтан айтатын болсам, жігіттерге подкаблучник болып көрінемін. Ең дұрыс жолы, ол шариғат көрсетілген жол. Яғни, Аллах Тағала жердегі құмырсқаның да хақын беркіткен. Яғни әрқайсының өзінің несі бар. Тура солай әйелдің де еркектің де негізі шекараларын көрсетіп берген Аллах Тағала. Мысалы Шейх Мұхаммад Садық Мұхаммад Юсуфтың кітабы бар ғой. Деп қойса білетіндей. Білесіз, оқыдығым. Бақытты отбасы деген. Ондайды білесің ғой. Саадату айлати деген кітабы бар. Сол жерде еркектің нелерін келтіреді да. То есть әйелдің міндеттерін келтіреді да. Бірінші қателеспесем. Шейхтің өзі айтып өтті. Ол кісі айтады, кітап жаздым осындай еркектің міндеттері туралы деген. Отбасы еркектің міндеттерін көрсеткен, еркекке әйелдің міндеттерін көрсеткен ғой. Сол кезде бір әйел кісіге айтқан ғой, сіз неге еркектердің жағын жақтап кітап жазғансыз дейді да. То есть ана кісі еркектің алдында өз міндеттерін оқыған жерден бастап кітап жапқан ғой. Сіз айтады, сен ары-қартай ашса дейді да, ары-қартай оқысаң, негізі сенің күйеуіңнің міндетінде көп нәрсе кіреді. Еркекке мысалы мен 10 бет арнаған болсам, сендердің хақтарыңа мен 20-30 бет арнап тастағам дейді да. Яғни әйелдің құрметі негізі жоғары ғой. Мысалға ананың құрметі мәселелері бар да ол жерде. Жалпы әйел деп алайықшы, қазір ана деп алсақ, қазір бандай әлеуметтік желіге анамызбен түскен суретті салудан қорқасың ғой, мамсик деп айтып кете ма деп. То есть шекара мәселесінде осы жағынан қараған дұрыс. Шекара деген сонда ол міндет деген сөздер ма, әлде қалай? Міндет емес, ол өзінің пространствосы, менің өзімнің комфорт зонам. Мен оны қаншалықты
Менің ойымда, менің түсінігім бойынша шекара ол менің ешкім өтпеу керек болған, менің комфорт зонам, ол жерге ешкім кірмеу керек, жеке шекара деп айтады. Оған әйел де кірмеу керек, оған еркек те кірмеу керек деп айтады да. Бірақ үйленген күнің ол сенің шекараң бұзылған күн ғой. Еркек бол, әйел бол, сен мойындау керексің да. Сен өйткені әйелді қабылдадың ба, сен өзің шекараң бұзып қабылдадың да. Сен тұрмысқа шықтың ба, сен рұқсат бердің күйеу сен шекараңа кіруіне. Негізі ол форма солай. Психология болсын, қай жағынан болсын қараса, шекараң бұзылған күнің ол сен тұрмысқа шыққан күнің, немесе үйленген күнің сенің шекараң бұзылды. Енді ары қаратай бақытты өмір сүру үшін шекара сақталуы керек, бірақ мәселе бағанандай ғой, шариғатта көрсетілген нормаларға егер дұрыс жағынан қарайтын болса, ол кезде менің немде көзқарасымда. Шекараны адамдар жеке өзі сыза бере ма деп кәдімгідей не деп сұрақ жауап алып отқан ше, маған қызық болып тұр ше. Сіздің неңіз, мен білмеймін, білмегеннен сұрап отыр, андай бір тексеру мағынасында емес. Жоқ, қай жағынан болсын әйтеуір сұрақ қойылып отыр ғой. Маған қызық, мысалы шекараны әрбір өзі сыза бере ма деген сұрақта. Жалпы қазір адамдар өзі сызып алып соған кірме деп отыр ғой. Мысалы эгоның әңгімесі болса, немесе өзінің бір нәпсінің әңгімесі болса деген. Негізі нәпсіден келіп шыққан нәрсе ғой. Негізі нәпсіден келіп шыққан нәрсе ғой. Мысалға қараңыз, қалай жалпы мынау негізі тірецісті андай отыр ғой, еркектер мен әйелдер қазір негізі ана Украина мен Ресейдің соғысынан да ауыр соғыс кетіп отыр ол жерде. Андай екі жаққа бөлініп алғанда неден келіп шықты? Дінді манипуляция жасаудан келіп шықты түбі. Мысалға уағыздар бар, уағыздарда бандай әйелдердің міндеті туралы көп айтылды да. Ол имамдар емес, жалпы мысалға бұрын ВКонтактеге кіріп қалсаң, әйел кісі үйту керек, әйел кісі бүйту керек деген жазбалар көбейді да. Жалпы егер ол нәрсені уағыз алаңда егер өзінің мамандарына, имамдарға, дін қызметкерлеріне, білім иелеріне қойғанда, олар бүткіл нәрсені, шекараның барлығын анықтап қойып берген болатын. Бірақ осындай нәрселер көбейгеннен кейін, ақпарат көбейгеннен кейін еркектер бастады. Сен маған мынандай нәрсеге міндетті екенсің деп. Андай мен тіпті көргем, егер мен разы болмасам деп тұрып, бір аттың басын жібереді, мынаны істемесең мен разы болмаймын, мынаны істемесең мен разы болмаймын деген сияқты да. И бұл ауқымды болғаннан кейін ары қаратай әйел кісілерді уже бас көтере бастады ғой, қарсы шыға бастады. Осылай кетті негізінде. Баста бұл менің көзқарасымда проблема осылай басталды да. Бірақ шекара мәселесінде Пайғамбар саллаллаху өмірінен қарайтын болсақ, аналарымыздың өмірінен қарайтын болсақ, Пайғамбар саллаллаху әйелдері, біздің аналарымыз, олардың да ортасында түсініспеушіліктер болып тұрған. Бірақ мәселе кек сақталмағанда ғой. Мәселе кек сақталмағанда, одан кейін екіншісі кең пейілділікте. Жалпы бұл тақырыпта қазір бәрі сөйлеп жатыр. Негізі менің ойымша бұл тақырыптарда негізі сөйлеуге құқығы бар адамдар, олар 80-ден өткен кісілер шығар. Өмірді көрген олар. Өйткені заман өзгерді, адам өзгерген жоқ. 80-ші жылдарда да адамдар тура осындай болған, екі қолы екі аяғы болған. 40-шы жылдарда да тура сондай, қазір де солай, болашақта да сондай болады да. Заман өзгере береді, бірақ адамдар өзгермейді. Сол үшін өмірді көрген адам бұл мәселеде сөйлеген дұрыс шығар. Өйткені шекараны біз айта береміз, мысалға жеке шекараны не кіреді? Қыздарға ол өзінің қалауы кіреді. Мысалы қыздар айтады, еркектер айтады, менің шекарама менің өзімнің қалауым кіреді. Ары қаратай екеуі үйленгеннен кейін мәжбүр болады шекараны бұзып бір-бірін тыңдауға. Әйел болсын, еркек болсын. Немесе ортақ сызуға. Ортақ сызылмайды. Ол анық сызылмайды. Енді білмеймін, бәлкім сызғандар бар шығар. Ортақ сызып алып 2-3 әйел алған кісілер де бар шығар, бәлкім. Білмеймін ғой, енді 2-3 әйелмен бірге жеке шекара сызған кісілер бар шығар. Жалпы мен жеке шекара мәселесінен бұрын мамсик мәселесін тақырыпты қозғағым келеді да. Бізде қазір ренжімесе дау-дамайдың басы енеден басталды ғой негізі. Дұрыс емес енелерден салдарынан қазір қыздарда сұрақ пайда болды. Ол сұрақ
андай қорқыныштар асқынған соншалықты уже ана максимально андай өмірге барғысы келеді ғой. Анасы жоқ өмірге барғысы келеді да. Бірақ олай болмайды. Соны түсініп алса екен деймін. Сен істей алмайсың олай. Анасы жоқ өмірге бар, мысалға мен ең шок болған нәрсем, бір блогердің анасымен бірге бір видео түскен. Мен өзім әлеуметтік желіге салдым оны. Мамасымен love story түсіріп жүргендей дейді да. И оған лайк басқан кісілер де бар да. Спортсмен неміздің де несі хит болып кетіп еді ғой видео. Анасымен ба? Ағамыздың тойда анасымен шығып шы. Әйелі бірінші емес анасымен шықты деп. Әйелі артында деп. Главное оған әйелі риза болса болды ғой. Екеуі может риза емес шығар, білмеймін мен ол жақта не болып жатқандығын да. Жалпы бізде сондай нәрселер болды, ана бір анасын, баланың анасын бір жау көретін деп кеткенбіз ғой. Баланың анасы действительно жақсы ма жаман ба қызық емес. Мәселе уже соған дейін барды да. И бұл қате. Ертең өйткені әрбір енені жаман көріп отқан әйел ертең өзі де ана болады. Өзі де бір ұлдың анасы болатынын ұмытпау керек қой. Ол ер азамат емес қой, бит шығып кететін да. Ертең өзінің де басына түседі, өзі де ана болады. Сол үшін шекарада түсіну керек. Еркек адамның өмірінде жалғыз әйел сен емессің. Оның анасы бар, оның әпкесі бар. И ертең сенің балаңда да тура солай болады. То есть жалғыз ол болып қалмайды да, мәселе сол жерде. Мамсик деген немен өлшенеді қайтадан? Мен просто мамсик деген нәрселерді енді естіп жатырмын шы, мен қатты біле бермейді екенмін. Сосын менде андай бір енді біз кәсіпкер болғаннан кейін ба бір анықтық іздейміз ше. Анықтық андай бір нелер бар ма, ол қалай айтсам болады, мынандай критерийға сүйенсе ол мамсик деген сияқты да. Мынандай болмаса ол мамсик емес деген сияқты. Red flag-ты да мен сұрағам, мысалы red flag немен болады десем, бір қыз оны red flag дейді, басқа біреу green flag дейді. Сонда бұл ереже бар ма дейді. Жеке өлшем ғой. Сол ғой, сол ортақ өлшем жоқ па? Жоқта. Ортақ өлшем жоқ ол жерде. Бұл жеке өлшем. Әркім айтып отырмын ғой, мысалы мен бұрын аптасына бір күн анаммен бірге тамақ ішетін әдетім бар еді. Бірге екеуміз таңғы ас ішетін еді. Қазір іше алмай жүрмін. Мамсик болып кетесіз ба өйткені? Жоқ, одан емес. Бүткіл әлем олай атаса да мен бұл әдетімнен қайтпаймын ешқашан. Өйткені мен мәселеден уақытым болмай жүр да қазір. Бірақ бұрын бар еді. Мен қазір айтым, сол кезде салмаған екенмін деймін да, әлеуметтік желіге бүгін анаммен таңғы ас ішетін уақытым деген сияқты да. Өйткені мен қалған уақытта итак әйеліммен тамақ ішіп жүрмін ғой. Бірге ресторанға барып жатырмын, мысалы аптасына 2 рет барып қалуым мүмкін, 3 рет барып қалуым, ол өлшенбейді да, ол саналмайды. Мына подкаст тоқтатайық та, темекеңді бірінші осы мәселеде ақпараттандырып алайықшы. Жоқ, кете берсін, әдемі черно-белый болып, иә. Түсіндіріп беріңізші. Жоқ, жалпы айтып отырмын, жалпы. Сол инстаграмда бүкіл әйел адам өзінің өміріне қандай бір треш оқиға өткенін кейін ол треш оқиғаның көбісі бала мен енесінің қарым-қатынасынан шығады. Яғни мысалы жаңағы күйеуінің анасы есікті қақпай кіре салады, күйеуінің жаңағыдай ішкилерін жуып бере салады, или там жаңағыдай білмеймін кешке қарай екеуі шақырышады деген сияқты треш оқиғалар бар да. Ол реально треш қой. Вот мамшық осындай әңгімені естіп кеттім негізі. Анам мысалы шешім шығарайын десе, бала шешім шығара алмайды, барады да мамасымен қосылса тиісті. Мына жақта әйелін бөліп тастайды да. Если әйелі қосылайын десе, сол шешімдердің арасында сен келмесің келмесің. И қазір қоғамда қыздардың арасында страх бар, что все мужчины такие мальчики. И олар өз бетімен шешім қабылдай алмайды, и жауапкершілік ала алмайды. Мысалы ортада бір анасы келіп жаңа келін келіп әңгіме айтатын болса, и хочешь не хочешь келін ғана жинавады да, жаңа күйеу екі жақ тыңдамай только мамасының сөзімен ғана ответить дейді. Шли ондай емес шығар қоғам. Жоқ, реально ана жерде стористерді көрсеңіздер просто бар ма сондай адамдар, иә? Жоқ, бар ғой, иә. 100% бар ғой. Қазір қоғам, если ер бала мамасымен көп жүрсе, немесе білмеймін, тойда торт беріп жатқандығы, той мысалы, олардың бәрі якобы типа, неге именно тойда, сен мамаң дейді құрметтемен, басқа кезде құрметтемен дейді айтады да қыздар. Шешімі қандай? Екі жаққа теңге қарасын. Все. Получается ол. Жоқ, сонда қыздардың қалауы екі жаққа теңдей қарау ма? Иә, екі жаққа теңдей қарау. Типа, андай ғой, ортада всегда виноват болатын әйел адам емес, точнее, келін ғана емес.
мамасына жағынан қарап көрсін, мамасы адекват ойлап жатыр, оған да мән берсін деген сияқты. Жалпы мамсик деген егер түсіндім. мен бағана айтып отқан нәрсем, Енді осы енді осы ситуациялардан кейін қыздар, если ер адамның мамасын берулері бар, бүкіл әлем почти бәрі мамсик деп жалау беріп бастады. И осы кезде еркектер шықты. Осында мен анама рахмет айтқаным ол мамсик па, анамен бір таң ашып келген ол мамсик па, нелерді білмеймін. Анама гүл сыйлаған ол мамсик па деген уже қыздар уже до того деңгейге кетіп қалған, страхтың әсерінен сол нәрсе кетіп қалды, и қазір ол қоғамдық адекват нәрседен қабылданды. Енді түсіндім. Жоқ, кете берсін, әдемі тура осылай айтқанда дауыс кішкене естілсе, ана сахнада бүйтіп айтып отырды, сол сияқты сезініп отырдым өзім. Нұрлан Қоянбаев сияқты шандай көр. Наоборот, осы күшті, иә. Сізге iPhone сыйлыққа деп жіберіп жатсың ғой. Енді түсіндім. Бұл жерде сол мамсик болсын, жеке шекара болсын, енді барлығы бір-біріне ұштасатын тақырып екен ғой негізі. Шарамау дейтін тақырыпта осы кезден басталады да, енді ер адамды жауапкершілік шешім қабылдағысы келмейді, Түсіндім. Екі әйел бір-бірімен қалып жатыр да, бір еркекте таласып ше. Түсіндім. Бұл жерде басында айтқаным ба? Еркектің қатесімен басталған нәрсе ғой, айта беріңіз. Түсіндім. Бұл жерде онда бүйтіп бастау керек сияқты ғой. Бастау емес, мен енді миымда картина пайда бола бастады да. Негізі жеке шекара дегеніміз психология, өзіңнің бір психикалық пен эмоционалды денсаулығыңды сақтау үшін арналған нәрсе ғой. Мысалы, жеке шекара бір елдердің манипуляциясынан, өтірік алдауынан деген сияқты. Және де жеке шекара құру бұл қарым-қатынасты сақтап және де оны өте жоғары деңгейге көтеруге арналған құрал еді. Бірақ қазір айтып жатқанын түсінгенім, біз бұны бір қару сияқты қолданып отырмыз. Бұл менің жеке шекарам, бұл менің нем деген сияқты. Енді менің түсінігімде, енді Гэллоп тапсырғандарды білетін шығар, деп бір Гэллоп тақып қояйық. RB дейді, relationship building дейді, менде блок қара блок Гэллопта. Және де мен үшін бұл әлемде ең жоғары және де ең маңызды, ең құнды нәрселердің бірі ол қарым-қатынас. Мен үшін. Қарым-қатынас әртүрлі. Бәлкім Құдаймен қарым-қатынас, Алламен, отбасыңмен, жақыныңмен, бауырларыңмен, достарыңмен деген сияқты. Енді жаңағындай жеке шекараны, сол қарым-қатынасты өте терең қарым-қатынас жасау немесе қарым-қатынасты сақтап қалу ретінде әу баста бәлкім соның ниеті сондай болған шығар. Өзінің бір психикалық денсаулығыңды сақтау арқылы күшейтуге арналса, қазір біздікілер жеке шекара болып кеткен. Бірақ қызығы, жаңа мен не үшін бір арнайы ереже бар ма деп сұрап жатқаным, ереже жоқ болса, онда адамдардың өзінің еркінде, ол өзінің нәпсісінде, өзінің эгосының әңгімесінде барлығын жеке шекара деп сыртын упаковать ете салуына болады. Енді осыдан кеп туындайтын нәрселердің бірі ол эгоизмға барады. Ал жалпы бізде дінде эгоизм емес, альтруизм құпталған. Альтруизм дегеніміз эгоизмнің антонимі. Керісінше біреулерге пайдалы болу, өзгелерге нету деген сияқты. Қазір енді бір өзіңді ғана ойла. Ол жерден де бәріне пайдалы болуға дайын қыздар, енесінен басқа. Жоқ, бұл қыздарға қатысты жалпы айтып жатқаным ғой. Енді бұл жерде жаңағы мамсик Red flag деп жүр. Айта беріңіз. Жоқ, мені Шыда кітабын егер қыздар оқитын болса, басқа ақырымнан таниды. Шыда? Иә. Шыда деген кітап бар ма? Иә, шығады жақында. Қыздарға Шыда деп. Сізге кітаптар рилс сияқты шығарып отыр екенсіз да. Не ғой? Енді бұл жақта андай бір 100%-ық не жоқ сияқты. 100%-ық жауапшы, мынакі дұрыс емес деп кесіп айту қиын ғой, бір харам, халал деген сияқты. Және де әркімнің ситуациясы әртүрлі, және де әртүрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Біз бір ретте Ескендір Бестай ұстазымыздың осы жақында несінде болдық, сол баламен шекара құру деген сабағында болдық та. Сол жақта шекара құрудың шарттарының бірі ол ортақ талқылану керек деген нәрсеге нетті да. Және бұл маған позиция өтті. Мысалы, қазір Қазақстан өзінің шекарасын сызу үшін Қазақстанның президентіне берілсе, ойыңа келген шекараны сызасың ғой. Отырамда әлемнің 98% бүйтіп алып аламын, мен шекарам деген сияқты. Ал шекаралар қойылады, жалпылама бүйтіп келіп, ортақ бір шешіммен шығып деген сияқты, немесе бір құжаттарға сүйеніп, немесе белгілі бір бекітілген нәрсемен деген сияқты. Сол сияқты ол кісі андай айтты да, мысалы, біреудің баласы бар, оған ұнайды мультфильм көру. Әкесі немесе анасы айтып жатыр, жоқ, біз кітап оқимыз деген сияқты. Енді әркім өз шекарасымен жүрсе лағып жүре берді. Ортақ қандай? Давайте былай жасайық. Бірінші кітап оқимыз, Гарри Поттер деген. Сосын барып соның киносын көрейік, немесе мультфильмін көрейік. Яғни екі тарапта разысың ба? Разымын.
былай енді қызығы ортақ шекара сызылған кезде кей кезде саған ұнамайтын нәрсе болуы мүмкін дейді да, және оған да ұнамайтын нәрсе болуы мүмкін. Оны ортақ талқыланғаннан кейін істелуге міндетті дейді да. Сол сияқты енді жаңа мамсик тақырыбына байланысты осыдан жауапкершілік деген шығып кетіп жатыр. Мамсик тақырыбына байланысты біреудің мысалы әйелі мен күйеуі үйде жатып оның ата енесі бесікті ашып кіріп кетіп нетіп, әрине ол енді үлкен нәрсе ғой, шынымен әйелі ренжитіндей ғой, әйелі де баласы да ренжитіндей. Бірақ шешімі қандай? Болашақта енді жаңа жауапкершілік деген тақырып шығады да, еркекте жауапкершілік болу керек және де даналық болу керек сияқты. Өйткені мына жақта отырып қалса сенікі дұрыс емес, сенікі мынандай деп отыра берсең енді баға беріп, мысалы енді кез келген конфликтта бір біреудікі 100% бір тараптікі дұрыс, 100% бір тараптікі дұрыс емес деп айту да қиын ғой. Бәлкім 80-20 болуы мүмкін, 50-50 мүмкін, немесе екі тараптан да болуы мүмкін деген сияқты момент бар да. Енді қызық, әрбір конфликтте адам өзін қуалай бастаса, мен де бұл жерде мына жерім қате болды ғой негізі деп, ана кісі өзінікін қуаласа, негізі сол кезде даму болады. Отырып алып ананікі дұрыс емес деп, анау менікі дұрыс емес деп отырса, онда дноға кете береміз деген сияқты. Сол үшін енді жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды дейді ғой. Мамсик деген тақырыпта бекер шықпайды, значит шынымен қоғамда бар. Сондай еркектер бәлкім бізде андай ғой, шынымен кейбір еркектер өзіміздің тарапта бір тындырып жүрген ештеңкеміз жоқ, бірақ отырып алып 4 әйел жерде әңгіме айтады деген сияқты әңгіме да. Бірақ өзі бір әйел нептей алмай жүруі мүмкін, немесе бір кредиттарын жаба алмай жүруі мүмкін, немесе бір талақпен қорқытады деген сияқты. Бағана сіз айтқандай кейбір мынандайға міндеттісің деп дінді бір андай бір манипуляцияға қару ретінде қолданып кетуі мүмкін. Сол үшін шешімі қандай? Кейбір еркектер шынымен мамсик болуы мүмкін деп жіберіп отырсың әңгімен. Жоқ, шынымен андай кейбір кезде мен көргем, енді қиын, полный 100% қыздың тарапына өтіп кетіп, мамасы байқұс, баланың әйелі мамасын кәдімгіше жұдырықтап ұрып жатқандарын көрмеген, бірақ көрген балалар айтты да андай. Мысалы, қыздың сестренкасы келеді, ата-енесі келеді, баланың ата-анасын ұрып кете береді андай. И бала оған үндемейді деген сияқты қайын көрген. Бұл енді мен от крайности до крайности кетіп жатырмын ғой. Сондайды да көрдік, және керісінше кім не сөйлесе де маған қызық емес, 100% анамдікі ғана дұрыс деген тарапты да көрдік дегендей ғой. Бұл жақта қайтадан шешімі ортақ бір нәрсеге келу шығар, және де еркектің тарапынан да қыздың тарапынан да даналықты қосып сол нәрселерді шешу. Енді бұл жақта жиі айтылатын нәрсе бар ғой, қандай да бір конфликт кезінде сен оған өзіңнің прав немесе не прав екеніңді дәлелдеу ма, әлде мақсаттарың бақытты болу ма дейді ғой. Шынымен бақытты болғысы келсе ортақ бір шешімге келу. Бірақ ол конфликт біте ма? Бәлкім бітпейді. Кәсіп сияқты ғой, кәсіпте өмір бақи проблема шешіп өтесің ғой. Бірақ адам жаңа сіз айтқандай отбасы құрып жатқан кезде сол нәрсеге белгілі бір деңгейде дайын болу керек қой, және сол нәрсе сонымен бірге келеді. Ол өмірдің заңдылығы. Адам баланы туған кезде ата-ана, мен ойлаймын, вау, маған күнде бұның үлкен дәретін жуу ұнайды, ол ұнамауы мүмкін. Бірақ ол бала туылғаннан кейін ол ауырады, түнде жылайды, ұйқы бермейді, мазаңды қашырады, бұтына жіберіп қоя береді, үйді бояп тастайды, сонысымен бірге келеді да. Сонысымен бірге келеді. Бақыт сонымен бірге. Иә, әрине ол 100% андай. Сондықтан енді жалпы бірінші өзімізге кеңес қойып, ақыл айтып отқан сияқты болмайық. Және де бұл тақырыпта сөйлеуге қаншалықты моральды құқығымыз бар, оны да білмеймін, бірақ жеке өзім тұжырымым, бұл проблема бітпейді, және де бола береді, ол ғасырдан бері келе жатқан мәселе ғой. Бірақ бұны шешкен отбасылар бар ма? Әдемі күшті шешкен, қыз тарапынан да ұл тарапынан да меніңше жетеді, бар. Ол бірақ шыға бермеуі мүмкін. Қызығы андай, шынымен бақытты өмір сүріп жатқандар. Олар үндемейді. Иә, көрсетпейді ол сториста, жаңағыдай бүйтіп, вау, мен бүгін ондайды көрсетпейді, олар тыныш қана бақытты бола береді. Олар көрсетпегеннен кейін аяқта конфликттер ғана шыға бастағаннан кейін ол да бүйтіп кипиш болып кетуі мүмкін. Әлемнің бәрі сондай көрініп отыр да қазір. Сол себепті енді еркектер жауапкершілік алу керек. Қыздың, сіз де бір ретте бір жақсы сұрақ қойып едіңіз, отырып алып мына жақта қыздар отты. Не үшін ата-енеңе, балаға сұрақ қойдыңыз, не үшін сенің ата-енеңе қызмет ету керек әйел? Ол міндетті емес, балаға сұрақ қойдыңыз, қызға сұрақ қойдыңыз, не үшін ол 4 әйел алмау керек деген сияқты. Енді бүйтіп ойлансаң, андай қызық нәрсе ғой. Сол үшін де ортақ бір шешімге келіп, отырып ақылдасу, яғни бір косяк болады, әңгіме жоқ, есікті ашып кіріп кетті. Ол тура осы істетіп жатса, мен бір бауырымда болған. Тура осы істетіп жатса. Әйелімен несі кіріп айтады, тәке не істесем болды, осында істеу керек деп түнде келіп тұр да. Мен айттым, мен хақ деген мәселені неден келіп шығып отыр, қараңызшы. Бағана айттым ғой, басында шариғат белгілейді дедім ғой. Әйелдің алдында еркектің міндеттері бар да. Қарапайым банальный нәрсе. Еркек әйелге жауапкершілік алғаннан кейін, мысалы мен үйленіп жатырмын, үйленіп жатырмын ба, мен әйеліме міндеттімін, үй бәлкім үй да, мысалға егер құрбым жетсе, бірақ оның жеке бір бөлмесі болуы шарт. Жәнесе ол бөлме құлтанатын болуы шарт.
ол шариғат бекіткен нәрсе. Міне хақ деген бағана шекара сызылып отқан кезде мен бағана басындағы айтылып отқан әңгімелерді мысалы шариғат белгілейді деген кезде көп адам былай осы бір андай бір бүткіл нәрсені исламға тыға берді, мен шекарамды мен өзім сызам деп адам не қылып қалуы мүмкін. Бірақ исламның кереметтілігі ол осындай банальный нәрселерге дейін істеп қойған да. Сен есің құлтап қой, иә болды. Ол да адам. Мысалы баланың да анасы адам да, ол бәлкім сол баланы өсіріп жеткенге дейін оны ақыл тауысып қалған, ақымақ болып қалған шығар. Мысалға да болды, иә, енді қабылдайсың, болды, енең ақымақ екен, и все, шыдайсың, или болмасаң бөлек тұрасың, или ажырасасың, басқа жол жоқ. То есть оны жамандап отыра бергеннен проблема шықпайды, әрекетке көшу керек, мәселе сол жерде. Менде енді бандай не бар, біз банал бері ана мен баласын айтып жатырмыз да, проблема негізі ол екеуінде емес. Проблема енеде емес, проблема қайнатада негізінде. Өйткені әйеліне күші жетпейді. Айта алмайды, қой араласпай екеуінің семьясына деген сияқты да. Потому что андай ғой, бізде кейбір қателіктер бар, ол классика әулеттен әулетке беріледі да. Еркек үйде басшы боламағаннан кейін әйел кісі басшы болып кетеді, қаласа қаламаса. Еркектің рөліне кіріп кетеді. Мысал ретінде да, мысалы қазір ауыр тиілуі мүмкін, бірақ негізі тойдың мәселесін екі еркек шешу керек. Мысалы, мен бір қызды жақсы көріп қалдым ба, мен оған үйленейін деп жатырмын ба, бізде көбінесе не болды, бірінші олардың аналары сөйлеседі. Олар материалды затқа құмар адамдар. То есть оларға бандай бір әсемдік болса, оларға бандай бір әшекей болса, олар тойды бандай бір асыра сілтеп өткізсе, вау нәрсе да. Бізге еркектері көп затты керек емес. Біз құдай тамаққа барғандай барып келе береміз любой тойға. Ішетіндерге кішкене бір ішімдігі болса болды ғой. Особо бір ана бір 8 салаты бар екен, 4 түрлі тамағы бар екен деген әңгіме болмайды ғой. Мәселе менің көзқарасымда сол жақта. Одан кейін не келіп шығады? Мысалы, екі әйел сөйлескеннен кейін қыздың жасауы дейді. Кейін қыз жақ ауырлық түседі. Еркекке мысалы еркекке звондап қызының жасауында бандай бір штор болсын, холодильник болсын, телевизор болсын деп айтпайды ғой. Менің ойымша солай. Енді егер үйтіп айтатын еркек болатын болса, біз барлығымыз еркектер бір ауыздан оны шығара саламыз, әйелдерге бере саламыз оны. Мәселе сол, еркектің өзін бандай отбасыдағы өз рөлін дұрыс атқара алмағаннан кейін әйелдер алға шығып кетеді. Одан кейін мысалы келген келін бар. Мысалы адамға ескертуші ғой. Ескертіп тұрса, сен өзіңде келін болғансың ғой кезінде, сен өзің нені қатырып едің деген сияқты. Мысалға бір рет мысалы мен ашық айтамын, анамды әкем ұрысқан, біз білмейміз ғой енді. Үй шашылып жатқан, үй шашылып кетті, анам ұнап тұрған жоқ та ол. Есен анам ашуланып шығып келеді, әкем айтты да, өзің мына балаларың кішкентай кезде қалай едің деді да. Еске алсай сол кезде деді, бірден. Потому что ондай кез менің анамда 25 жыл бұрын болған да. 25 жыл бұрын болған, есіне шығып кеткен. Әкемнің есінде екен да ол кезде. Біз бала кезде анам тамаққа үлгере алмай жатқан, мына үй шашылып отырып, мына әкем жұмыстан келіп отыр, милицияда істейтін кез, тазалық ол кезде әкем үшін 100% болу керек қой. Соны айтты, ұмытып қалдым өзің қалай болғанды. Есіне түсті. Окей, болды. Қазір келіндерді тамағымен, баламен үлгермей жатыр деген сияқты нәрселер да. То есть солай кейде біз осының салдарынан мысалға ана мен баланың қарым-қатынасы қазір әсер тиіп отыр да. Қыздар мына нәрсені түсіну керек, балаға ешқашан біз анадан артық бола алмайды. Мысалға күйеу, шариғат талап еткен күйеу бәрінен жоғары болу керек деген, бірақ адам қаласа қаламаса өзінің әкесінен жоғары қоя алмайды. Шарт болғаннан кейін ғана барып қояды оны. Мысалға менің әйелім Құдай айтқаннан кейін барып мені өзінің әкесінен жоғары қою мүмкін да. Бірақ бір көріп махаббат болып, мына мен әкемнен жоғары деп қойып кете алмайды. Бір уақыт өте келе бандай бір бәлкім болатын шығар ондай нәрсе. Бірақ бірден ондай болмайды. Мысалы үйлендің болды. Мысалы үйленгеннен кейін кеше танысқан, мысалы бүгін отбасылы болған адамға қарағанда арттағы адам бәрінен жақсырек. Өйткені 20 жыл, 25 жыл бойы тура солай өмір сүріп келе жатыр да. Сен оған анаңнан кеш деп айта алмаған, айта аласың, бірақ қыз да кеш алмайды ғой өзінікілерін. Бірақ қызда андай бар да, қыздардың ата-анасына көбінесе керек нәрсе, бірақ нәрсе қызын бақытты болып кетсе екен дейді. Сол үшін олар араласпау оларды оңайырақ.
А баланыкі ол кішкене басқашалау да. Ол жерде әке тосқауыл болу керек. Қыз жақтан көбінесе проблема бола бермейді. Главное, менің айналамдағы адамдар главное бақыт болып кетсе болды деп жүрген кісілер да, мысалға. Андай барып күйеуді былай ұстау керек деп әңгіме айтып ондай әңгіме айтып жүрген жоқ. Көбінесе мына жақтан егер еркек дұрыс болатын болса, әйел дұрыс болады. Просто жауапкершілік қайтадан сол бізде ғой. Күйеуінде және де әкесінде деген сияқты. Содан кейін барып ана қыздарға кетіп қалып жатыр да. Сондай қыздар қоғамда өсіп келе жатыр. Қандай екі жақсы еркек деп отқан шығар, деп жіберіп отырсың. Жоқ, мәселе ондай емес. Жоқ, по факту солай ғой. Иә, просто жоқ. Мен айтқым келіп отқаны андай да, қыздарға айтқым келетін. Сенде екі таңдау бар. Біріншісі, жетім балаға үйлен де, полный проблеманы шеш. Или болмасам проблемамен өмір сүруді үйрен. Болды. Бағанда сіз айтқандай. Бірге келеді. Иә. Мысалы, бала туылды ма, бала бірден 18 жас болып туылмайды. Или семді шамды айтып туылмайды бала. Тура солай, ене де солай да. Енеге де дайын болу керек. Келіннің мінезі ешқашан сен қалағандай болмайды. Балаңның мінезі ондай емес қой, мысалы да. Мен бір кісі мен сөйлескен кезімде айтқанда, айтқаныңды істемей қойса не істейсің деді да. Істетіп аламын дедім да. Мен айтқанымды істемейді ғой деді да. Ойланып қаласың сол кезде. Мысалы, үйленейін деп жүрген кезде да, мысалға да. Үйленіп болғаннан кейін де мысалы сондай әңгімелер неған кезімізде де, то есть кейде біз ана келіннен де идеалдықты талап етеміз де, сосын мысалға енелер бар да, андай. Мен қиындық көрдім. Оларда қиындық көру керек деген сияқты ма? Қиындық көрсе ғана бағалайды деген сияқты нәрсе бар да. Деме кеше ғана сол бір нелеріміздің біз таяқ жеп өстік деп баласын ұрады екен, нормально болдық қой деген сияқты айтып жатыр да, олар да таяқ жей берсін деп. Может, андай таяқ жемей өскенде одан да жақсы жетістікке жететін бет, может, ол еркек. 100%. Мысалы, может, қиындық. Енді бұл жерде де бағанағыдай да барлық келіндер жақсы, оларды ене біз отыр деп айта алмаймын. Барлық енелер жақсы, оларды келіндер біз отыр деп айта алмаймыз да. Просто бұл жерде онда еркектер өзінің рөлін дұрыс атқаратын болса, нормально болады. Мысалы, мен ақылыма қонбайтын нәрселер бар да. Қыз жасау деген нәрсе, мысалы той мәселесі, мысалы еркек шешетін нәрсе да. Сен балаң үйленіп отыр ғой, тек қана қатыныңның баласы үйленіп отқан жоқ қой ол жерде. Тек қана сен әйеліңнің қызы байға тиіп отқан жоқ қой, сенің де қызың ғой, значит сен де араласа аласың ғой, той ғой, ол шешетін момент қой. Күйеу баланы шақыра аласың, әкесін шақыра аласың, бұл менің қызым деген сияқты да. Мен мысалға там қызы бақытты болып кету үшін машина алып беріп отқан кісілерді көріп отырмын күйеу баласына, жанама түрде ше, қызын әпереді, бірақ қызы күйеуіне беріп жібереді. Бірақ әкелер енді тырысып отыр, қыздың әкелері. Бірақ андай әкелер де бар, онда айта берудің қажеті жоқ. Екінші момент не сияқты, сосын до этого олдар қатты нетеді қандай бір көп нәрсені по факту айтпайды да, яғни түсіндірмейді. Менің әке-шешем бар, мен олар үшін идеал ғой, ол үшін жоқ бөлек кете алмаймын деген сияқты нәрсені түсіндірмейтін сияқты ше. Типа еркектердің енді басым бөлігі андай ғой, бір достигаторлар ғой. Әйтеуір үйтеді романтик болады, үйленгеннен кейін әйелдер ренжуі мүмкін, жүріп жүргенде сен романтик едің ғой, не болды дейді, оның миында да жеттім деген нәрсе ғана қалып қала салуы мүмкін деген сияқты ғой. Сол үшін де сол кезде бір андай идеальный қылып көрсетіп жіберетін сияқты. Енді менің түсінігімнің бірі сол үйленбей тұрып қыз тарапы да ұл тарапы да по факту нелерді айту керек сияқты. Типа мен осындай жалғыз ұлмын, кете алмаймын. Немесе сәл шыдау керек бірнеше жыл, одан кейін ағам нетсе потом кетеміз деген сияқты. Мысалы айтып жатырмын, немесе кенжеге қалады. Ана бүткіл картинаны түсіндіру керек сияқты да. Одан кейін енді мінезі осындай примерно плюс-минус бір-екі рет көрейік, кездесіп көр деген сияқты. Шандай бір біздікілер ойбай мамашкім сені жақсы көрді, біздің келін ғой деп жатыр деген сияқты бір немен упаковкасын көрсетеді да. Бәлкім аяқта қыз тарапынан да кейбір нәрсесін көрсетпеуі мүмкін, еркелігін, мінезін деген сияқты. Сонымен ертең ана машинаның ходовкасын шоқалақ жол білдіреді ғой. Сол сияқты адамның да бір мінезін, қарым-қатынасын сын сәттер көрсетеді ғой. Сондай сын сәттер келген кезде қызық басталады да. Оны 100% ашып бүйтіп көрсете алмайсың, бір хотя бы бір 50% көрсету керек та, біздіктер вообще көрсетпеу. Бізде дау-дамайдың басы көбінесе андайдан басталады ғой. Тойдан басталады да. Тойда қыздың жасауынан басталады. Сол той тойда біраз туысқандармен жет көріспей кетеді ғой бір-бірін. Ол жерде андай еркектер негізі тойды қолға алу керек. Менің ұстанымым бойынша жігіттер алу керек еркекті.
Қалай ойлайсыздар сіздер, комментарийге жазып кетіңіздер. Бағанда жоқ, жалпы мысалы еркекке ешқандай особо проблема емес та, мысалы там баласының әйелінің артында қанша ыдыс аяқ келе жатқаны вообще проблема емес. Менің ойымша да, мысалы ертең мен балам үйленіп отырса, мен қарамаймын оған. Әйелдер ондай нәрсеге бейім болады да. Әйелдердің бойына берілген нәрсе. Мысалға еркек кісі нәпсін тәрбиелеу керек, әйел кісі нәпсін тәрбиелеу керек қой. Әйел кісі нәпсін тәрбиелейтін кезде немен тәрбиелейді? Садақамен тәрбиелейді әйел кісі. Дүниесімен тәрбиелейді. Өйткені әйел кісіге ауыр. Аллах тағала солай жаратқан. Бейім ол, мындай әшекейге қызығу, алтынға қызығу, сағатқа қызығу, мындай бір кесесінің көп болуы, бәрі ол жарасады оларға. Бірақ андай мәселе. Одан кейін екіншісі, сол кезде кредит дегенді азаяды дейсіз ғой, еркектер айтса, қатты бір қинамай бір ортақ келісімге келіп. Құдай тамақтың примерно ар жақ бер жағында өткізеді да енді. Былай болады дейді да, мысалы еркек адамға особо көп нәрсе керек емес қой. Ондай болғаннан кейін не болады? Әйел кісілер ажырасат етпейді да. Мысалға қыз тарапшы күйеуге тиіп жатқан қыз, ол да бір оған өткізгісі келетін шығар. Ол да вау өткізгісі келетін шығар. Вау өткізе берсін. 8 метр ұзын көйлек киіп дегендей. Проблема жоқ қой. Жоқ, ол өздері шешіп ала беретін нәрсе ғой. Просто бандай ғой. Мысалы менің көріп жүргендерім да, мен көрген нәрселердің ішінде бандай. Қыз жаққа қалмал ма бір бәле береді бала жақ, сосын бала жақ ажырасат етеді одан. Сосын кейгеннен кейін алғашқы келіспеушілік негізі қыздың жасауынан шығады. Мен көріп жүргендерді. Одан кейін екіншісі жалпы бір-біріне агрессия болады уже. Сен жақ бүйтіп айтты, мен жақ бүйтіп айтты деген нәрселердің бәрі осы материальный нәрселерден келіп шығады. Одан кейін ол уже баланы қызғануға ұласып кетеді да. На принцип кетіп па кейбір жағдайда? Бірақ бізде тағы бір мәселе бар, келіндерге действительно көп жауапкершілігі артып тасталған. Но енді оған қарсы бас көтеру керек па? Иә, көтеру керек. Но бірақ шлей бүйтіп кетіп қалмау керек та. Андай анаңды ұмытасың деген дәрежеде кетіп қалмау керек та. Мысалы мындай нәрсе бар да. Прикол бар. Действительно рас та ол. Америкада егер баласы лудаман болса емдейді, Қазақстанда оны үйлендіреді ғой. Действительно сондай да. Баласы мысалға бұзық болса, анаяқта оны бандай тәрбиелейді, бізде үйлендіреді. Баласы өз өмірін құртпай қыздың да өмірін құртсын деп па? Жоқ, баласы алқаш болса анаяқта емдетуі мүмкін, апарып 2 апта 6 ай мысалға ше, там 2 аптадан 6 айға дейін мынаяқта үйлендіреді болды. Біздегі баланың бүткіл проблемасын үйлендірумен шешеді да. Үйлендірумен шешеді. Мен негізі мен андай нәрсе айтамын да. 20 жыл бойы әкесі бере алмаған тәрбиені сен әйеліңе бере алмайсың. Тура солай 20 жыл бойы сен өз балаңды тәрбиелей алмадың ба, ол көшеде қыз келіп оны тәрбиелей алмайды. Бізді ойлайды, үйленсе қойып кетеді. Жаңа қателігі де одан кейін алдында да бір сөйлесіп едік қой, неде ғой? Бала өзі қанша жыл бойы бермеген қызметін әйелі бергенін қалайды да, типа ата-анасына бүйтіп жаса, сөйтіп жаса. Негізі по факту өзі бере алмаған деген сияқты да ол нәрсені. Ақтап алғысы келеді ғой. Өзін ақтап алғысы келеді. Өзін андай еркек адам өзін қашан жақсы перзент сезінеді, қашан оның әйелі анасына жақсы қызмет жасаса. Негізі жақсы перзент өзінің қызметімен өлшенетін нәрсе ғой. Сана балаларын неге қосымша сабақтарға береді ата-ана? Өзін жақсы ата-ана сезіну үшін, баласын білім алу үшін емес, негізінде. По факту мысалы менің балам сабақтан шыққаннан кейін бос жүрмейді. Не істейді? Қосымшаға барады. Мен оның ақшасын төлеп жатырмын. Значит, мен басқаларға қарағанда көбірек расход жасап жатырмын ба балама? Демек, мен жақсы ата-анамын. Тура солай, мен азаннан кешке дейін жұмыстамын, ата-анам бар мына жақта. Ата-анама әйелім қызмет жасап жатыр. Значит, мен кіммін? Жақсы перзент, потому что менің әйелім қызмет жасап жатыр. Бірақ менің ата-анама ол емес. Менімен сөйлесу ғана керек та. Негізінде оларға шай тамақ та керек емес негізінде. Біз баласымен отырып, бейсонмен чай ішіп, баласын қал жағдайын біліп, баласы сыйласа болды. И әйелі де сыйласа, соның өзі жеткілікті ғой. Менің көзқарасымда, тағы білмедім. Еркектер қолға алса, біздің подкастта тез аяқталатын деді. Қорытындылайық, бір қорытып проблема да тез шешілетін еді деген ғой. Қорыта келгенде мамсик тақырыбы, жеке шекара, жауапкершілік. Жоқ, біріншіден мен айтарым қыздарға бандай действительно мысалы Сара айтқандай анасымен ақылдасып барып шешетін болса жоламау керек қой басынан. Үйленмесем анасы оның өміріне басым бөлік рөлді алып кеткен болса. Қыз жоламау керек дейсіз ба? Иә, қыз жоламау керек.
Менің ұстанымымда андай нәрсе бар да, ашық айтамын, жасырмаймын. Егер мысалы бір еркекке бір анасы келіп мына әйелмен ажырасасың десе, жоқ. Или мені таңда, или әйелін таңда десем, ол анасына жоқ деп айтады. Ондай кезде ол таңдау жасамайды. Бірақ әйел кісі тұрып таңдау жасап алады, таңдау жасауға мәжбүрлейтін болса, не мені таңда, не анаңды таңда дейтін болса, мен айтамын, анаңды таңдайсың. Мәселе сол. Бірақ ана ол таңдауды қойған кезде не мені таңдайсың, не әйелін таңдайсың десе, жоқ, сен ақың жоқ таңдауға. Жігітте. Потому что үйте беретін болсаң, ертең Құдай біледі, сен анаң қанша әйелінің мен таңдауға түсетіндігін да. Бірақ әйел кісі келіп, не қазір мені таңда, не анаңды таңда десе, онда мәжбүр боласың анаңды таңдауға. Мәселе солай да жерде. Енді бұл жерде қорытындылайтын болсақ, қыздарға айтарым, тұрмысқа шыққанға дейін сенде жоқ деуге таңдау бар. Жоқ дей аласың любой время. Тіпті қалың мал алып қойғасын, олар тойын белгілеп қойған, той күні болайын деп жатыр да, мысалға той күні болайын деп, мысалы тойға 2 сағат қалды, некеге, шариғи некеге 2 сағат қалды. Расходтар жасалынған, әнші бәрі келген, көңіл тартпайтын ма жоқ деп айтты. Егер сол кезде қыздың әкесі, қызым білесің бе қанша расход жасап қойдық, елден ұят болады, бірдеңке деп айтып отырса, бұл жахилет кезіндегі қыздарын күштеп берген адаммен бірдей болады. Жәнесе ол жерде некенің жүріп жүрмеуінде мен сау неке емес та, қыз мәжбүрлі түрде некеде айжап пен қабыл арнау, ол ерікті түрде болу керек қой. Мәселе сол үшін таңдау мүмкіндігі қыздарда көп тұрмысқа шыққанға дейін. Бірақ түсіну керек, мен айтқым келіп отқан нәрсе, анасын жақсы көрген әрбір ер азамат ол мамсик емес. Ол бандай анасын құрметтеу басқа, анасын сөзінен шыға алмау, ол екі бөлек нәрсе. Екеуінің арасын қыздар айырып алу керек қазіргі уақытта. Сен егер анасы тірі ма, значит бірге өмір сүресің. Қалама. Араласпаймын, анасы айтуы мүмкін, араласпаймын деп айтуы мүмкін. Қызым, уайымдама, араласпаймын, араласады. 100% араласады. Өйткені Аллах Тағала адам баласын холиқал инсаны даифа дейді. Яғни адам баласы өте әлсіз жаратылыс дейді. Тем более әйел кісі уәде беріп отырмыз, сенбеу керек, араласады. Араласпаймын деп айта береді. Ертең көреді. Примерно дедім ғой деймін. Жоқ, ол бүйтіп айтуы мүмкін, мен араласпаймын деп айтқам. Нормально өмір сүрмей жатсыңдар ғой, мәжбүрлеп отырсыңдар ғой өздерің араласуға деп айтады. Мәселе сол жерде дайын болу керек ол. Ана қалай араласады. Бала соның жатырынан шықты ма, сен удалить етіп тастай алмайсың да, телефонда программа емес, бұл да артық дейтін да, или пауза қойып қоя алмайсың, заморозить етіп қоя алмайсың, бірге өмір сүресің. Мәселе сол жерде. Қызмет етесің, етпейсің, ол өзің шешіп аласың. Мысалы, егер андай да, тоже андай не дейтін, міндет, келін ата-енеге қызмет жасауға міндетті ма? Міндетті емес. Вообще міндетті емес. Қаласа да қала. Тура солай еркекті бірінші әйелінен екінші әйел алуды сұрау міндетті ма? Міндетті емес. Ескерту міндетті ма бірінші әйелінен? Міндетті емес. Просто некесін жария етеді. Бірінші әйел естісе, естімесе жоқ. Мәселесі осындай да, то есть екі жақта да нелер бар да, компромиске келуге болады. Бірақ қызда таңдау бар. Қыз мысалға түсініп тұр, өзінің ата-анасына шыдай алмай жатыр да қыз. Мысалы уже бой жетті, жасы 25-те, өзінің ата-анасының әңгімесі шыдамай жатыр қызға. Қыз біліп тұр ма, соны ары қарата уточнить ету керек та, дальше өмір сүретін кезде балаға ескерту керек. Мен өзім ата-анамна шыдамай жатырмын, айналайын уже. Әңгімесі ауыр, мен күн арқалап алмайын ата-анама, бандай бір қас-қабағымда ауыр көрсетіп қоймайын деп мен бөлек тұрып жүрмін өзім әке-шешемнен. Сол үшін мен Шымкенттен Алматыға кетіп қалғам, немесе Ақтаудан Алматыға келіп алғам деген сияқты да. Балаға ескерту керек. Барынша максимально балаға идеально емес. Арасында без макияжа шығып та қыздар бүйтіп тексеріп тұрады ғой, жігітін ше, қалай қабылдайды екен. Бағана айтқан, ол тарапынан да қыз тарапынан да картина толық ашылмайды да. Тура солай, андай хуже варианттарды да көрсетіп тұру керек арасында. Өйткені өмір ол бала емес та, бір аймен аяқталмайды. Мысалы ертең қыз жігіт мысалы уәде берді. Мысал ретінде да, уәде берді. Бөлек тұрамыз деді. Бірақ бала мысалға тойдан 3 айдан кейін ДТП-ға түсіп қалды. Ақша жоқ. Мәжбүр әке-шешесімен тұруға. Сен өмір ешқандай гарант жоқ қой бұл жерде.
тыпаға түспесе де ондай болған жоқ деп тұрғандарды да көрдік қой таныстардан десең ғой. Мойындамай ма? Қызды алып алғанша алдап алып алыпша. Ол үлкендердің бұрынғы классикалық бұрынғы қателер бізбен тоқтаса екен. Бізбен тоқтау үшін тойларды, мерекелерді, жиындардың барлығын бірінші еркектер өз жауапкершілігіне алу керек. Осылар. Одан кейін екіншісі қыздар оқу керек. Жас жігіттерге мына нәрсені ескертемін. Қазірді көріп отқан жігіттер болатын болса, 20 жастағы жігіт бір қыз үшін 25-26 жастағы баламен конкуренцияға түсу сені қинап қояды. Өйткені ол баланың мүмкіндіктері мен шанстары көбірек та. Сол үшін оқу керек шығар оларға. Үйленетін жас деп ойламаймын қазір 18 жас пен 20 жас арасын. Менің көзқарасымда. Сізбен тәмамдайық. Қорыта келгенде бағана сіз айтқанда ғой енді сыйлағанның барлығы мамсиг емес. Енді менің түсінігімде екіншісі бізге ұстаз андай нәрсені айтушы еді. Орта таңдағанда, бұл ортаға қатысты ғой, бірақ сол отбасы құруға да келетін сияқты. Орта таңдағанда сен сол ортаны таппай тұрып шарт қоюыңа болады деді да. Мысалы, маған темекі шекпейтін орта керек, әрқашан дамушы орта керек, мынандай керек деп. Енді сенің бұл ұстаз іздегенде де мен қолданатын. Сол шарттарыңа сай біреуді таптың, немесе сондай бір ортаны, ары қарай сонымен қарым-қатынасқа кіргенде ары қарай шартсыз қабылдауды үйрену керексің дейді да. Өйткені оның ішінде сондай адамдар болуы мүмкін, оған мінезі ұнамайды саған. Біреу жүр ортада бір достары, общий дос, бірақ бір жақтырмайсың деген сияқты. Бірақ в тотале алғанда ол сенің ана кезіндегі ортаға қойған талаптарыңа қатты әсер етіп жатқан жоқ па? Онда иә деген сияқташы. Екінші мәселе, тағы бір ұстазымыз осы отбасы құруға байланысты да айтып еді, екі тараптан келісім болу керек. Өйткені андай нәрсе бар екен, мен нақты білемін, сол кезде айтты, мен қателесуім мүмкін. Қыз бай отбасыдан шықса, еркектің, мысалы оның үйінде служанка болса, еркек оған служанка қойып беруге уәжіп депші деген сияқты нәрсе айтты да. А бізде андай ғой, бір шамасына қарамайды, әйтеуір қыз нетіп алады да, бірақ айтады да, бір бай бауырымыз болған дейді, ол бір қызды алған дейді. А қыз 5-литровый баклажка жинап жүр дейді да. Папа мамасы миллиардер дейді да, отбасы. Типа 5 литров суға керек болып қалады деген сияқты. И сондай нелер болмау үшін жаңағы полный келісім болу керек дейді да. Мына тараптан да қыз өзінің шарттарын қойса болады, маған андай ұл тараптан да шарттарын қойса болады. Болмай жатса ортақ бір келісімге келсе болады. Оның өзінде бүткіл келіскеннің өзінде ертең косяктар бастала ма? Иә, 100%. Бірақ хотя бы мына жақта бір ана кәсіп сияқты ғой. Кәсіпте партнерствоны енді өзіміз де білеміз ғой. Қазақ қылыққа салып, по пути разберемся деген жүрмейді ол. Сен соңында либо бөлінесің ана партнермен, либо 20 жылдық, 30 жылдық достығың кетеді ғой, воздухқа кетеді. Ақша жоқ кезде бәріміз әйтеуір жомартсың ғой. По фактуртен ақша түсе бастаған кезде масың шешіледі да. 1 теңге санасып. Иә, сол үшін де сол тура кәсіптегідей жаңа отбасы құрғанда да менің түсінігімде до айтылу керек, ортақ келісімге келу, қыз да өзінің талаптарын айтсын, ол да өзінің талаптарын айтсын. Екінші момент, дальше косяктар шыға ма? Иә, ол бірақ соның бір бөлшегі. Бағанағы бала сияқты оны өмір бақи шешіп бүйтіп өтіп керек бола ма? Бәлкім иә. Немесе бір даналықпен бүйтіп жүру керек. Басқа бір ол адамның өзінде өсіреді да, эмоционалды немесе бір рухани деген сияқты. Үшінші момент сол маска кимеу, әсіресе ұлдың тарапынан, қыздардың да тарапынан бәлкім жаңа айтқанда без макияжа шыққан сияқты кейбір картинаны толық көрсету. Өйткені қыз алдап алып алғанмен ертең оның түбі ажырасу немесе үлкен нәрсеге алып келсек кішкене жаманырақша, одан да үлкен косяк болуы мүмкін дегендей ғой. Және де көбінесе жауапкершілік сол балада, сіз айтқандай. Жаңағы не тоже жақсы екен. Енді менің әкем жоқ қой, 5 жасымнан бері, бірақ жаңағы әке-шешесі бар адамдар сол көбінесе әке де басқарамағаннан болуы мүмкін ғой. Өзінің ата-енеге байланысты айтып отырмын да, баланың әкесі. Одан кейінгі момент сол жеке шекара деген болу керек, ол 100%, жаңағындай Сара айтқандай есіктен кіріп кету бірден кейін ол трэш қой, таза трэш десе трэш қой. Мен әлі қабылдай алмаймын. Иә, ол қалай ол бала мен әйелдің отбасы кіріп кету деген сияқты қиын енді. Бірақ шынымен бар ғой, ол бекер шықпайды ғой, жаңағы бәлкім сөзден шыға алмайтын балалар да бар. Жаңағындай өзі бір ата-анасына көрсете алмаған қызметті бір әйелмен компенсировать етпеу да, ол да ерлердің тарапында отырып жаңа дінді манипулировать етеді. Мен саған разы болмасам, сен менің разылығымды алу керексің деген сияқты, ата-анама бүйту керексің, сөйту керексің. Еркек шынымен өзі өте жоғары бір не болса, тұлға ретінде, әйелде отбасындағы кейбір іні қарындастары сол көргенін істейді ғой, ол бір айтқанын емес. Темекі шекпе деп тұр, өзің темекі шегіп тұрсың, балаң да темекі шегу ықтималдығы жоғары ғой. Сол сияқты еркек өзі бір істің адамы болу керек та.
және де біз сол қазір сәл майдаланып кеткен сияқтымыз да, сөзбен немен, бірақ ісіміз басқа жақта, сөзіміз басқа жақта дегендей. Енді бұл подкасттың қорытындысы, енді біз бәрібір өзімізге аламыз ғой жауапкершілікті. Еркек болғаннан кейін қыздар тараптары бәлкім өздеріне алған дұрыс, бірақ отырып біз қыздарды кінәласақ, қыздар еркектерді кінәласа, бұл проблема ешқашан шешілмейді. Сондықтан сіз айтқандай бұл проблемалар біздің бір ұрпақпен бітсе екен, классикалық проблемалар. Классикалықтар, иә. Андай бар, некенің сақтап қалу мүмкіндіктері шариғаттарда ажырасып кетті, максимал шариғат негізі ажыратып алмауға тырысады ғой. Осымен бағана сіз айтқан нәрсеге қатысты. Сол жерде былай айтады да ғалымдар, бала үйленетін кезінде дейді, қыз таңдайтын кезінде әкесімен сенің салаң бірдей болсын дейді. Немесе әкелерге айтады да, өзің қандай кәсіптесің, қандай қызметтесің, сол қызметтегі балаға қызыңды бер деп айтады. Себебі қыз үйде көрген аурасы мына жақта өзгермеу керек. И одан кейін екіншісі, қыз андай дейді да, өзінің ғалымдар айтады, бұны Құранда келмеген, өзінің бай болған отбасынан қыз алмауға тырыс дейді. Өйткені қыз бағандай өзі и так дискомфорт біреудің үйіне келген кезде мысалға там бұрын өзінің бөлмесінде душы бар еді, енді общий душқа кетіп бара жатыр да, ол одан сайын ана адамды қинайтындығы. Қызметшісі болды, мына жақта келдің. Иә, өзі қызметші болып кетсе, салам алейкум да. Ол проблема. Одан кейін екіншісі айтқым келетіні, тек қана балалар емес, қыздар да қарасын. Үйде кім қожайын, әкесі ма, анасы ма? Егер анасы сөйлейтін болса, ертең примерно басыңда жаңғақ шығады. Лучше ана әкесі қожайын болмаған үйден қыз алма дейді ғой. Әкесі қожайын болмаған үйге қыздар сендер де байға тимей қойсаңдар, ертең сендерді ана жақта бал күтіп жүрген жоқ. Нормальный проблемалар күтіп тұр да, егер анасы кішкене былай болатын болса. Сау болса, көбінесе еркек жоғарыға шығарып қоятын еді. Өзі уже үлкен болғаннан кейін да. Осымен подкастымыз тамам. Білмеймін, неше түрлі хейттер келеді, и бәріне дайынбыз. Главное, біз өзіміздің приоритеттермен, ұстанымдармен өмір сүреміз, и ол нәрсеге өкінбейміз. Аман сау болыңыздар.